тұрмыста hamma зат ақшаға кеп тақалады ғой. Мысалы, осындай инвестиция өзіңе кіртуден қашқаны менен бәрібір мияң батпаққа бата береді да. Зоп қыспаймын әзір? Яқ, зопарым қысқан уже. Бас ауыру? Бас ауыру ұлыма абсолют кетті. Әкеңізге қандай? Әкеме сезім, ұлыма пустой болып қалды сезімлерім бар. Айыптарлық, өкініш? Яқ, ұлыма ондай затларым бәрі кетті. Сізді де бір ағайынды өміріне шығып кетуін қалаймын деп айтып едіңіз. Қандай соған көзқарас? Уже оған көзқарасым ұлыма өзгерді. Еш ойламайтыннан болдым, бұрын соны ойлай беретін едім. Сізде бір 60-70 миллиондай қарыз бар дедіңіз, ә? Сол қарызлар қорқу бар ма? Яқ, ұлыма жоқ. Және бизнес басладым дедіңіз, ә? Бизнес басладым, интернет магазин еді қазір. Бұрынғы істескен жердеріңіз, істескен оқыған заттарыңыз, алған терапияларыңыз, қазір мына өзгеріс қандай парқы біздерде? Аспа мен жерде. Миыңыз қандай батыр әз? Мен ұлыма пустота болып қалды. Адам миы өзгерсе, өмір өзгеретіні дұрыс рас па екен? Осы жерге келіп, ұлыма миларыңызды абсолют тазалауыңызға маслихат етемін. Мидың түбіндегі затларды ашып, айдын шамап бергеніңізге рахмет етемін. Ассалаумағалейкум достар. Екінші қатысушымыздың сеанстары таусылып, 2 апта уақыт берген едік тексеру үшін. Әзір сол 2 апта өтті арадан. Әзір бүгін келді. Қандай өзгерістер бар екен, өзінен сұраймыз. Қалайсыз жағдайлар? Ассалаумағалейкум. Менде жағдайлар жақсы. Алдыңғыдан бірталай өзгеріс ұлыма 360 градусқа өзгеріп кетті десем болады. Бұрын ұйқылай беретін едім, хамезаттан қашатын едім. Әзір ұлыма өз сезімдер жоқ. Ішкі сезімдерім өзгерді. Миым ұлыма пустой болып қалды. Келген кезде қандай проблемалар бар еді? Денсаулық бойынша, характер, нәсібетлер бойынша? Нәсібетлерім онша жақсы емес еді. Характерлерім ұлыма ашушақ едім. Кітазетқа шырылдап, ұрсып кете беретін едім адамларменен. Денсаулығыма зобым қысылып қала беретін еді. Кіттай бір кеуілге не қылып, кеуілім босап, жылап жібере беретін едім хамезатқа да. Бір кино көрсем, бір тойларға барып нелері болып қалады ғой, бір қосқылар нелер қояды. Сондай кездерде де аяқларым қақсайтын еді, табанда аурулар пайда болып еді, оларам кетті. Әзір зоп қыспаймын әзір? Яқ, зопарым қысқан уже. Бас ауру? Бас ауру ұлыма абсолют кетті. Ұйқы қандай? Ұйқым ұлыма нормаға түсті. Алдын 4-ге дейін, 3-ге дейін ұйқыма телефон шұқап жата беріп, азанғы уақыт 10-11-де зорға тұратын. Ал әзір уже ең ұзағы 12-ге дейін отыра аламан. 12-ден ар жағы уже ұйқы қысып кетіп, азанда 8-9 ұзағы уақытта тұра аламан. Будильник қойсам, одан бұрын әзір сәліктің уақытына будильникке арқайын тұрып кете аламан, жеңіл. Андай алдыңғыдай энергия жоқ, ұйқы келе беретін? Иә, ондай не жоқ. Түсінікті. Нәсібетлерде қандай өзгерістер бар? Нәсібетлерім жақсыласты, атырабымдағы адамдар өзгеріп басылады. Менде енді основной қарыз, кредитлер, сондайлардан қысылыспақ еді ғой. Уже менен қаржын сұрап жатқан адамдарам бұрынғыдай етіп, жаңағы зәулім салып, не қылып, доқырып, сұрап жатқалар уже азайды. Жақсыласты, бірталай өзгеріс болды. Жақындармен, ағайындармен әмес жақсы ма? Бәрі нормаль. Біздерде әйтеуір адамлардың несінде ағайындар болсын, достары, жолдастарының арасында бір жақтырмайтын адамдар болады да. Сізді де бір ағайынды өміріне шығып кетуін қалаймын деп айтып едіңіз. Қандай соған көзқарас? Уже оған көзқарасым ұлыма өзгерді. Еш ойламайтыннан болдым, бұрын соны ойлай беретін едім, неғыла беретін едім. Аз ұлыма ойламай мана, мысалы, мені решайт етіп жүріпті, ол сыртымда не қылып жүріпті деп ойлай беретін едім бұрын. Азыр ұлыма ондай етіп ойламаймын. Ашу не жоқ болмайды? Ашу өкпегене ұлыма исат жоқ. Әкеңізге қандай? Әкеме сезім, ұлыма пустой болып қалды сезімлерім бар. Айыптарлық, өкініш? Яқ, ұлыма ондай затларым бәрі кетті. Ойлап қиналу ойсыз? Яқ, ондай затлар жоқ. Түсінікті. Басқа қандай өзгерістер сезіп отырсыз? Атырабымдағы адамдар өзгерді. Хамме затым уже із-ізінен нормаға түсіп басылап атыпты. Өсек, бұрын мысалы қапталында бір адам өсек айтса, сонымен қосылып өсек айтып отыра беретін ем. Әзір ұлыма уже адам тыңлағымам келмейтін болып қалды. Лишний бір айтып отқан өсеклерін, нелерін. Характерде не затлар өзгерсесіңіз? Характерде ашу шақлықларым басылды.
үйдегі лишний нелерге балаларыма бақыра беретін едім, тап соларды ашуымды алатын, жаңағы ашуымды солардан алатындай етіп бір. Аз ұлыма не күйеуімнен алатын ем ашу, аз ұлыма ондай етіп күйеуімнен ашу алмайма, нормально болды. Балаларыңызға да бағарып не ала бермейсіз? Яқ, ұлыма бақырмайтын болдым. Түсінікті. Және қарыздарлық бойынша незатлар өзгеріп жатыр? Қарызларым сол өзі уақытында төленетіндей, қиялыма уже маған бір үлкен проблема емес болып қалды ол. Бұрын жаңағы соны ойлай беретін ем, телефонға звонок келсе, ойбай сол қарызын сұрап жатыпты, және қазір телефондамын, спокойно ала аламын. Ешкім мені бір дүбеп сұрап жатырған адамның өзі болып жатырған жоқ. Және бизнес басладым дедіңіз, иә? Бизнес басладым, интернет-магазин етіп әзірше. Киім-кешек па? Общий киім-кешек, детский, взрослый. Азыр ертеңгі күнге, келешекке қорқу, жоқшылықтан қорқу бар ма әзір? Яқ, өзітлер аз ұлы ма жоқ? Неге суақа шекем сол бизнес істемегенсіз? Білмеймін, бұрыннан істейтін едім, бизнестің енді har түрлі бизнестер істедім мен. Істемеген бизнесін қалмадым. Бірақ сонда да сол бизнестен уже мен қорқып қалып едім. Енді банкротқа ұшырадым, неге ұшырадым ғой? Бәрі-бірім, олма болды менің нем бизнес емес деп, бірақ сонда да саудасы жүре алмайтынымды өзім білемен. Сол түскінлікте қайтта бизнес істеп кете алмай жүріп едіңіз? Ауа бір анық не қылып бір затты ұстап кете алмай жүріп едім ғой. Әзір? Енді әзір өзіне өзім маған мысалы есіктер ашылды деген етіп, өзім подружкам не қылып интернет несін, өзінің несін ақшасын төлеп, маған сатап берді, бір оқу курста етіп. Общий Өзбекстан бойынша товарлар тарқататын не қылатығын ақшасын маған кейін бересең деп. Мен содан не қылып, қазір өзім каналымды аштым, өзі жаңа үйретіп жатқан ұстазым логофетімді соғып берді. Сол неге қазірше каналларға жайылып жатпан, адамдар адам қосып не көбейтіп жатыпты. Хәме бір жаман пікір білдіріп жатқан жоқ, хәмесі оң болсын, оңнан келсін, не қылсын деп тілектерін жазып жатыпты. Бәрі жақсы болып жатыпты. Бизнес істеуге не қорқу жоқ ба әзір? Яқ, ол ма? Окей. Достар, біздерде осындай келген адамларға бізде ешкімге қарызын төлеп бермейміз, бір ақша бермейміз қолына. Тек түскіндіктен шығуына және миын ашуына көмектесеміз болған. Ар жағына өзі басып кете береді. Базы адамдар қалай қарызлардан құтылып кетеді, қалай ақшаларын көбірек табамын деп ойлайды. Адам миы ашылса, әмі зат өзгеріп кетеді. Окей, сізде бір 60-70 миллиондай қарыз бар дедіңіз, ә? Әз сол қарызлар қорқу бар ма? Яқ, ол ма жоқ. Әзір, мысалы, кредитті основной проблемалар аз. Менің сол кредитлерімді жауып тастап, мен қайттан одан бетер крупный кредит алып. Жаңағыдай төлей алмай қаламан. Яқ, ол ма ондай зітлар болады. Келешектен қорқу. Яқ, ол ма жоқ. Окей, самооценка қандай әзір? Самооценкам жақсыласты, ол ма? Окей, түсінікті. Және бір неде айтып едіңіз, қарыздың бір бөлегі жаңағыдай сетевой маркетинг кіріп кеттім деп. $1,500,000. Бізде адамдар өзінің үстінде істеуге, өмірі үшін, келешегі үшін пұл шығарғысы келмейді, бірақ кілең сондай сетевой маркетинг қақтағыстарға пұлын жоғалтып жүреді. Сол дұрыс деп ойлайсыз ба? Негізі ондай істерге ақша тігіп, не қылуын қате екен. Бәрі-бірі, мысалы, өзіңді үстінде рауажлану, мен түрлі-түрлі психологларды да оқып көрдім. Лишний мынандай маққаталанмен істеседі, және бір зат қалады, лишний консультация дегендеріне бәріне де барып көрдім. Бірақ бәрібір сол уақытта істеген кезінде болады. Кейін ол істеген кезде, мысалы, техникамен істесең, жазатын нелермен істесең, сол уақытта әмен істейді, бәрібір миыңның тұтынасындағы бәрібір ол жоқ болып кетпейді екен. Основной бәрібір түптен тазалау керек екен адамның миын. Ми екен ғой негізі басқаратын. Окей, соны көпшілік түсінбейді. Өзіне инвестиция кірітуді, мәселен, осындай миымен істесу. Соған бұл шығарғысы келмейді, бірақ қақтасыздыларға әмесіға бұл табады. Окей, әз сізде бұрынғы істескен жерлеріңіз, істескен оқыған затларыңыз, алған терапияларыңыз, әзір мұна өзгеріс қандай парқы біздерде? Аспан мен жерде.
Қазір миыңыз қандай болатыр азыр? Менің миым ұлыма пустота болып қалды. Мысалы, бұрын қазір мен еркін сөйлей алып тұрпан ғой. Бұрын полный етіп, ұсынай етіп сөйлей алатын едім, бірақ сонда да мына дауыс толғауларымда қысылыспалар нелер болатын еді. Мына бір кеуіл босаушылық деп не қылады ма, мына дауысларда қалтырау, нелеу болатын еді. Қазір мен ұлыма ондай емес, ашық айдын еркін сөйлей алатын болып тұр. Адамдардың алдында қысылу, айыптарлық бар. Яқ, ондай заттар ұлыма жоқ. Түсінікті. Және қандай өзгерістер сездіңіз? Ұлыма өмірім менің өзгерді 360 градусқа. Енді сол сіздің алдыңғы жағдайыңызға ұқсап түскендіктегі қарызға батып жүрген адамға не зат айта аласыз? Мен ұлыма еш заттан уайымламай, основной қазіргі мына тұрмыста әмме зат ақшаға кеп тақалады ғой. Мысалы, осындай инвестиция өзіңе кіртуден қашқаныңменен бәрібір мияғың батпаққа бата береді да. Соң үшін өзіңе инвестиция кіртіп, бірінші өзің тазалап алып, уже мияқтағы жұмысыңды давайте алып кете аласың арқайын. Бәрібір өзіңді тазаламай, басқа жұмысқа, мысалы, ақша тік, өзіңді, мысалы, біреулер жаныңды тігеді ғой. Даже бәрібір жаныңды тік, ақшаңды тік, пайдасы жоқ, өзіңнің миың, түп санаң таза болмаса пайдасы жоқ екен. Соң үшін өздеріңізге ұлыма қиналмай, неғымай инвестиция кірте берің. Ешқашан өкінбейсіз, қанша пұлыңыз шықса да. Түсінікті. Әзір жақындарыңызбен әммезбен мөнәсәбәт жақсы? Ала, жақсы. Бақытты сезініп отырсыз ба? Бақытлымын, Құдайға шүкір. Окей. Проблемаларыңыз бәрі шешілді ме? Ала, шешілді. Ойлама болдым менің проблемаларымды. Адам миы өзгерсе, өмір өзгеретіні дұрыс рас па екен? Ала. Окей. Болса, меніңше бір қайтара алдыңғы мен қазіргі заттар айтылды. Енді ақырғы сөзіңізді айтасыз. Ақырғы сөз, мені жақсыластым, өздеріңізді ұлыма қиналмай, қысылмай, ұялмай, мысалы, әйел қазір көп қой, қарыздарлық, түскілікке түсу, қарап отырғандай бір интернет ойларға кіріп кету деген әйел адамларда да көбейіп кетті. Еркек адамдар өздері арқайын жеңіп кеткенмен, әйел адам ұлыма ішіне салып жеңеді ғой. Сондай нелерге, осы жерге келіп, ұлыма миларыңызды абсолют тазалауыңызға маслихат етемін. Болады, онда сол өзгерістерден кеудеңіз толған болса, шешілмеген проблемаңыз қалмаған болса, дұға десек, кейінгі жағына және де жақсыланып бара бересіз. Рахмет. Ал осы жерге келің, әмеге маслихат етемін, алдағы жұмысларыңызда табыстар тілеймін. Рахмет. Рахмет, бір тоқтығып, басқа зат қылып емлеген жоқсыз. Основной сөйлесу арқылы мидың түбіндегі затларды ашып, айдын шаңып бергеніңізге рахмет етемін. Рахмет. Сау болың. Рахмет.